Ақшам шерефлеріңіз қайырлы олсын, урметлі сейірджілер. ЮА Қырым телеканалында хаберлер жанлы айында, студияда Муслим Умеров болуына. Келіңіз хаберлерімізге кешейік. Ижғал етілген Қырымда июль айында өткерілген митинги чун жазаланғанларының жөремлері төленмекте. Киевде Қырым тарихына бағышланған Олимпиада кешірілді. Олег Приходько экстремизм фаалеті ве терроризмге алақасы олғанлар кірген Росфинмониторинг жетвеліне көрсетілді. Каналымызға бұл уақытта адвокат Назим Шейхмамбетов хабар етті. Оның сөзлеріне көре Приходьконың шахси есаплары блок етілді. Практически все политзаключенные. Терроризм, экстремизм, сепаратизм денілген ішлер бойынша махкум етілген аман-аман бүтін саяси мәбіслер мескүр жетвелге көрсетілді. Олар үшін бұл шақсы есапларыны блок етілуіне себеп тешкіл етебіле. Бұл қанунсыз, чүнки шимде егер біз Олег Приходько ақында айтсақ, оның процессуаль статусы қабатланған шахыс есе. Кануни жиеттен оның қабаты танылмады. Бұл esasta Cinayi процессуаль кодексінде қайда етілмеген шекілде оның beyanlama ақлары сынырланмасы мүмкін дегіл. Олег Приходько терроризм акты ве патлайжы моделі разырлағанда қабатлағана ақында қаталатмақ істейм. Ижғал етілген Ақмежит махкемесінің қарарына бинайын Приходько декабрдің 10-на қадар апысты қалажақ. Ижғалжілер оны октябрдің 9-ында тевқif еткенді, бұл оның екінші тевқif ола. 2019 сенесі февраль айында оның evінде ФСБ хадимлері тинтюв кешіріп, Степан Бандераның портреті или техника ве белгісаярны мұсадыре еткенінділер. Июль айында ижғалжілерінің махкемесі оны күтлеви суреті сақланған тимсаллерінің нумайышы түвде қабатлап, 2000 рублелік жөреме төлемеге мечбур еткенеді. Бұрақа манаман 700 гривнаны тешкелеті. Уйдырылған Хизбут Тахрир іші екінші Ахмежит группасының иштиракчылары Ремзи Бекиров ве Рустем Сейтхалилов рухи хасталар хастаханесінде даими видео незарет алтында тұтылмақта. Қырым хаберлеріне бұл ақта адвокат Дем Семидляев хабар етті. Адвокаттың сөзлеріне көре Ремзи Бекировнен өткерілген Курушев Русия қануларына риаят етілмеден шекелде кечірілді. Они 24 часа находятся под наблюдением. Олар күндіз незарет алдында болынмақта. Бұларыны пек ашалай. Сен аяқлуға кеткенде әрші незарет етілі. Дұшта юғынсын, әркес көре. Сен юқлағанда да сана бақалар. Сен кезінті азбарында екенде кенеді көзетелер. Имайы алтында болынғанларының көрішівлер Русия қанулары бозарақ өткерелі. Чүнки бұл көрішівлер махрем дегіл. 2-3 метр ұзақта полиц хадимы тұрып бізіне ақында сөбетлешкенімізін ешіте. Албуки қанунлар бізге махрем көрішівні кефалет еті. Ремзи Бекиров ве Рустем Сейтхалилов бұл ел мартының 20 медасында олардың evlerінде өткерілген тинтювден сон тевқif етілген еді. Олар Русия белхақ етілген Қырымда сақланған Хизбут Тахрир тешкелетінде иштирах етуде қабатлана. 35 Қырым татары 160 бин рублелік жөреме гривня оларақ бұл аман-аман 60 бин демек төледі. Июль айында Москвада митинг өткерuf қайдаларыны бозғанлары үшін дегер 34 кіші де жөреме төлемек керек. Қырымлылар банкларға 10 рублелік демир паралар толық қопқаларнен келелер. Бірлік жөремелерден қиметлідір деген марафон черчевесінде паралар 10 рублелік демир паралар оларақ топланды. В результате марафона были собраны средства и... Марафон нәтижесінде топланылған пара вастасының бүтін жазаларыны ödemek мүмкін. 160 бин рубле топланылды. Яқынларда біз жазаларыны ödemеге башладық. Eski Қырым, İslam Terek ve Seyitler kasabasında bu cezalar tölendi. Çünkü bu mahkeme oturuşlarının tarihi farklı ve bunun için ödemeler bu şekilde adım yapılacak. Kalan paralar siyasi mabuslarının ailelerine verilmeye planlaştırıldı. Қырым марафоны адлы пара топлав акциясы үшінші кере тешкел етілді. Илк Қырым марафоны 2017 сенесі июль айында Қырым татар фаалы Эмиль Белялов 150 бин рублей, яғни 50 бин гривняға жазаланған вақытта башатылғаны ақында қатырлатып кечеміз. Екінші Қырым марафоны 2017 сенесі октябрь айында Қырымда бір кішілік пикетлер өткерген 17 кішіге 10-15 бин рублелік жөремелер тайынленген вақытта өткергенді.
Ишғал етілген Қырымның Құрман районы Буйконлар қасабасында 33 жашында олған араба айдавчысы полиция қадиміні белі бір месафеге арабаның капоты өзерінде алып кечкен. Бұл ақта Русия ички ишлер назерлігінің қадимі Ирина Волкның сөзлеріне есасланған ишғалжилерінің криминформнешері хабер етмекте. Оның сөзлеріне көре машина дорт ел арасында тоқтатқан вақытта ишғалжилердің полиция капитаны машина айдавчысындан весеғаларыны көстермесіні істеген. Айдавчы машинаның газына басқан сон полиция қадимі капот üzerine yıkılған. Полиция қадимлері айдавчының сарғош олғанын білдіре, дайвелде араба құланма ақында марум етілген екен. Айдавчыға қаршы жинай иш açылған. О 2 жылға жазытлықтан марум етілі біле. Кулишная фамилия. Документы предоставьте. Документы предоставьте. Жұма әртісі күні Киевде Қырым ве Қырым татарларының тарихына бағышланған Олимпиада өткерілді. Олимпиадада Қырым айлысы мерkezіне қатнаған аман-аман 40 бала иштирак етті. Насыл вазифелер берілгені Веким Ғалибе қазанғаны ақында Гирей Баталов икееті. Я вітаю вас всіх на вже другій Олімпіаді з історії Криму і кримських татар. Кримсько-татарська історія. Qırım tatar tarixi bu benim halkımın tarixi. Bunun için onu öğrenmek gerek. İştirakçılar 6 türlü vazifeni becermeli. Onlarını tarih hocası Bekir Ablayev hazırladı. Для нас важливо створити Biz için böyle mektepni kurup balalar için bu kursun amelge geçirilüğü pek mühim. Çünkü balalar için yapıla ve açık aytacak olsam balalar meraklanarlar. Men ciddi edebiyatını alıp onu meraklıca yapmaya çalışam. Bizge ait tarihi günler pek çok değil ve temelli tarihi vakyalar da pek çok gösterilmegendir. Men balalarının bazı tarihi vakyalarını müzakere etmemiz. Mesela, eğer bala Kırım Hanı yerinde olsaydı ne yapar deyip düşünemiz. Galiplerini belirlemek için tarihçi Gülnara Bekirova ve Andrei Ivanets ile ruhiyat ilimleri namzeti Sedemet Mustafaev davet edildi. Очень важно. Бүгінгі күнді бізім Қырым татар баларымыз өз йұрты өлі халқының тарихыны öğrenme фұрсатына сай болғанлары пек мұйым. Қырым татарлар әнді қымылғанını білелер. Запитання були достатньо. Sualler pek ağır değil edi. Menimce, mında tek tarih fakültetine kirmege istegen balalar değil, Kırım ve Kırım Tatar halkının tarihine meraklangan balalar da var. Onlar böyle olimpiyadada iştirak edebilirler. Былтыр да яздық. O вақыт ikinci yerini aldım. Bu sene ise birinci yerini almağa isteyim. Vazifelerini becermek için 1 saat verildi ama onlar öz işlerini daha tez getirip başladılar. Aslında imtihan ağır değil edi. Daha ağır olup deyip beklegen edim. Men Kırım Tatarlarının tarihinden meraklanam çünkü bu benim tarihim ve menimce onu öğrenmek boyun borcum. Biraz sonra jüri azaları olimpiyadanın galiplerini ilan etti. Можно я немножко потяну интригу, как на Оскаре? Я вот чувствую себя здесь почти что так. Нагороджується Шукурджиєва Еміне. 2 yaş kategorisinde 4 galip yakında belli oldu. Geri Batalov, Andrei Hrustalov, haberler Yuakırım. Декабрьнің үшінде Қырымда фуртуналы ава бекленілі. Бұақта өз сайтына ишғал етілген Қырымның Русия МЧС қызметі хабер етмекте. Хаберде декабрьнің үшінде Ярмаданның фарқлы ерлерінде күтшілі яғмұр, сылақ қар, дағларда есе қар яғы-жағы бекленілгені ақында сөз көрсетілмекте. Жұма әртесі күні Киевде Евромайдан СОС мүкефатының 6-шы тағдирлев мерасимі өткерілді. Бұл мүкефат гонолілерге берілді. Номинациялар арасында Украина арбилеріне дестек, елінің заиф табақаларына қол тұтып, зоо имае ве сайрелері бар еді. Мүкефат алғанлар арасында Қырымлы Исмаил Рамазанов да бар еді. Я думаю, не для победы. Biz mında galibe için değil de birlikte olmak için toplaştık çünkü bugünkü cenk vaktinde gönüllüler büyük şeyler yaptılar. Onlar ordunu gayrıdan tiklep memleketimini kurtardılar. Bu unutulmaz. Bugünkü kadar gönüllüler devletimizni kurtarmaya devam ettiler. Men bu kadar yaxşı, hakiki insanlar, Ukrayna kahramanları arasında bulunganımdan gururlanam.
2018 сенесі ғұнылілер мүкефатына алғанлар арасында тақалусы елі белі олған Қырым сакины Ирина Тремп де бар еді. О Ақмежит сезосында тұтылған сияси мүбіслерге ярдым еткенлерден бірідір. 2017 сенесі мүкефат лауреатлар арасында қырымтатар сияси мүбісі Марлен Асанов де бар еді. Суспильный телеканалы Суспильный.медиа ады алтына хаберлер сайты açtı. Bundan evvel Суспильный телеканалының шақси хабер сайты yok еді. Шымданда шу адрес вастасынен кірмек мүмкін, сайттаки хаберлер R5-10 даққа ішінде янартылып тұра. Сайт Қырымда да чалыша. Қырым хаберлеріні көрмеге үшін регионы бөлігіне кечіп, Қырым сайфесіні сайламақ керек. Программамыз сонuna етті. Хаберлерімізні қачырмаңыз ве Фейсбуктаки янылықларымызны тақып етмеге ұнытмаңыз. Сағлықне қалыңыз.